Саламатсыздар ма, балалар? Ана тілінің 11-ші сабағына да келдік. Жуан және жіңішке дауысты дыбыстар. Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал дейді. Мына сызғышты көрдіңдер ме? Үшбұрыш айтады, иә, қазір мен оқимын, жаттап аламын дейді. Әже, мейірімі жібектей, күндей ыстық құшағы, ет жүрегі елжіреп, құлыным деп құшады, жан жуытпай маңына, ас сақтайды кәрәжем, 5 ап келсем алдында, биік дейді дәрежем. Сырбай Мәулен. Қандай керемет өлең, балалар? Мейірімі жібектей дейді. Адамның мейірімі сондай керемет, жібек деген мата, ол өте жұмсақ, балалар. Сондай немересіне деген әжесінің ықыласын, оны жан жүрегімен жақсы көретіндігін, құлыным деп құшақтайтындығын, және біреулер тиісіп, үлкендері түртіп жатса, жанына жуытпайтындығын, және ең тәттісін өзіне алып қалатындығын көрсетіп тұр бұл өлеңде. Жарайсыңдар, балалар, сендер де сондай 5 алып келетін немере болыңдар. Өлең шумағының авторы. Өлең шумағының авторы Сырбай Мәуленов. Тұңғыш өлеңі Жамбыл облысы колхозшы газетінде жарық көреді. Өлеңдері атты алғашқы жинағы шыққан. 40-қа жуық жыр жинақтарының авторы Сырбай Мәуленовтың бейнесін жаттарыңда сақтап алыңдар. Әженің құшағын неліктен күнге теңеген, балалар? Себебі әже деген жанына шуақ төгілетін үйдің ұйытқысы. Өлеңдегі сөздерден жіңішке дауысты дыбыстарды тап дейді. Міне мен сендерге бірнешеуін жіңішке дауысты дыбыстарды тауып бердім. Соны міндетті түрде өздеріңнің нұсқаларыңмен салыстырып көріңдер. Мейірімді, бұл жерде сөздері жіңішке дауысты болады. Екінші күндей дегенде ал жүрегі дегенде сөздері жіңішке дауысты дыбыстар тобына жатады. Ендеше екінші жаттығуға қарайық. Нүктелердің орнына тиістерді әріптерді қойып, оны көшіріп жазыңдар. Суретті бірден бағамдап тұрған боларсыңдар, балалар. Біз күнде пайдаланып жүрген күрек және бүркіт. Қазақ халқының символы іспеттесе, бүркіт, қыран бүркіт деп жатамыз. Көбелек, нәзіктіктің белгісі. Жарайсыңдар. Үшінші жаттығу, жаңылтпашты тыңда. Әсел ән салды. Әжесі тамсанды, әсет аң салды, атасы тамсанды. Қай сөздерде жіңішке дауысты дыбыстар бар? Балалар, білесіңдер ме? Жаңылтпашты тыңдап, оны жаттап алатын балалар әрқашан мықты және жаттары, санасы жаттауға дайын тұрады. Әсел, жіңішке дауысты дыбысы бар сөздер, және ән, әжесі, әсет. Келесі кездескенше сау болыңдар.